Баяғы бір заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар ауыл шетіндегі әдемі үйде ауылда немересімен тату-тәтті тұрыпты. Атасы мен апасы немересі Айсұлуды өте қатты жақсы көреді екен. Міне, осылай егіп қойсаң, күзде мол өнім аласың. Ата шалқандарын суарып жатыр. Су мол болса, шалқан да үлкен болып өседі. Әй, шықпай қойдың ғой. Мынау неткей үлкен шалқан орнынан қозғалмайды ғой. Әй, кемпір, бері келші. Шалқанды шығара алмай жатырмын. Әй, Айсұлу, бері келші. Мына шалқанды бірге тартайық. Тарта бер, апа. Әй, немерем, бар күшіңді сал, тарта бер. Ох, мына шалқан тіпті шықпай жатыр ғой. Иә, мықты екен, қозғалмайды. Әлі де тарта берейік. Ақтөс, бері келші. Бізге көмектес. Иә, итіміз келсе, бәлкім шығарармыз. Дәл солай, жылдам келсін. Міне, Ақтөс келді. Енді бәріміз бірге тартайық. Жарайсың, Ақтөс. Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3. 1, 2, 3, тартамыз. Тартыңдар, күштеріңді салыңдар. Қатты тартайық, бірақ шықпай жатыр ғой. Әлі қозғалмады, тағы көмек керек сияқты. Тағы да көмек керек. Дұрыс айтасың, мысықты шақырайық. Мысық, бері келші, бізге көмектес. Көмектесем. Жақсы болды, бәріміз жабылып тартайық. Тартайық, бәріміз бірге. Хоп, әй, тышқан, маған көмектесші. Не болды? Тартайық, бәріміз бірге. Тартайық, бәріміз бірге. Хоп, О, шықты. шықты. Ақыры шықты ғой. Ура! Ура! Шықты! Балалар, шалқан ертегісі бізге бірліктің, татулықтың күші бәрінен маңызды екенін үйретеді. Міне, бәрі бірге күш қосып шалқанды жұлып алды. Бірлік болса алынбайтын асу жоқ. Бүгінгі еңбегіміз жемісті болды. Мен де көмектестім. Бірлік бар жерде береке бар. Шалқан ертегісі бізге соны үйретеді. Бәріміздің күшіміз қосылды. Балалар, әрқашан бір-біріне көмектесіп, тату болыңдар. Сонда өмірлерің қуаныш пен бақытқа толы болады. Достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Ертегіміз ұнаса, арнамызға тіркеліңіздер.